Ассалаумағалейкум достар, Сосновкадан керемет лайфхактарды қабыл алыңыздар. Есіктің көмегін пайдаланып полкаға шығамыз. Бұл сіздердің сұрауларыңыз бойынша Сосновкадағы ең мықты тығылатын жерлердің топтамасы болады. Қаласаңыз оларды осы маңнан атыңыз. Егер шамаңыз жетпейтінін білсеңіз, олар көп болса, осы жерде олардың кеткенін күтуге болады. Бұл жерден сізді ешкім таппайтынына 99% кепілдік беремін. Дәл осы үйдегі мынандай құбырға да шығып алуға болады. Кейбіреулер айтатын шығар, крыса анау мынау деп. Негізінде бұл таза тактика. Олардың ойынша, саған қарай 4 адам жүгіріп келе жатса, сен алдынан шығып өлуің керек па? Шын өмір болса солай істейтін бе едің? Әлде осындай тактиканы қолданатын ба едің? Общаганың жанындағы мына үйде бұл топтамадан қалмауы керек. Бұл үйге есіктің көмегімен де шығуға болады. Бірақ осылай контейнер арқылы паркурдың көмегімен шыққан әлде қайда оңай. Дәл осындай үй Мос жақта да бар. Бір-бірінен айнымайды. Сол үйге есік арқылы шығып көрсетемін. Ал досым, сен каналға тіркеліп видеоға лайк бастың ба? Олай жасамасаң, каналға тіркеліп видеоға лайк басып қолдап кетуіңді сұраймын. Ары қарай да саған қызықты лайфхактар көрсететініме, пайдалы лайфхактар көрсететініме уәде беремін. Сосновка ең қауіпті аймақ. Сол себепті бұяқта өте сақ және мұқият болған дұрыс. Мос жайлы да айта кетейік. Бұл экстримді жақсы көретін жандарға арналған лайфхак. Бұл жерден снайперменен атуға болады. Сізді мостың жоғары жағынан іздейді. Ал егер байқап қойған жағдайда жаныңызды жоғалтпай осылай түсіп кетуіңізге болады. Мына қоңыр үйді де пайдалануға болады. Бұның үсті сондай қауіпсіз деп айта алмаймын, бірақ дұрыс қолданған адам үшін бұл да жақсы лайфхактардың қатарына кіреді. Видео түсіргенде жіберген қателіктерімді байқасаң, оны маған комментарий арқылы білдіруіңді сұраймын. Себебі әр сіздердің айтқан сөздеріңіз келесі видеоның жақсы болып шығуына көмектеседі. Сен осы жақта мықты атысып жатсың ба? Бірақ дереу бір жерге шығып келу керек, бір затты алып беру керек болып тұрса,
Осы жерге персонажыңды шықта жатқызып қой және өзің жұмыстарыңды бітіре бер. Бұл жерден сені ешкім таппайды. Есік арқылы шығып көрсетемін деп уәде бердім ғой. Мен оңай шығып кеттім, бірақ бұлай жасау өте қиын. Көп жаттығу керек. Көп қайталайтын болсаңыздар, тез үйреніп кетесіздер. Сосновкада осындай темірінің бар екенін білетін шығарсыз. Бұл жерге көліктің көмегімен шығуға болады. Бұл жерден бүкіл Сосновкаға керемет көрініс ашылады. Снайперлік винтовкаңыз бар болса, бұл жер таптырмас орын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Достар, тегін лайкты аямаңыздар. Ұнамаса дизлайк қойыңыздар.